Ассалаумағалейкум, құрметті түркістандықтар. Бүгінде шаһарымыз облыс орталығы атанғалы 6 жылға жуық уақыт өтті. Осы 6 жылдың ішінде қаламызда бірнеше өзгерістер де болып жатқаны жалған емес. Соның бірі о баста қаламыздың шеті болған Жаңақала мөлтек ауданы. Аталған шағын ауданның шешілмей тұрған шаруалары да шаш етектен. Соның бірі жол мәселесі. Менің мына артымда тұрған тұрғын үйге көлікпен кіру мүмкін емес. Мүмкін болған жағдайда көлігіңізге сызат түсетінін ескертеміз. Байқасаңыз, көлік жолы ойылып кетуге сәл қалып тұр десек те, ойықтың үстімен көлігіне қоса өміріне де тәуекел жасап, амалын тауып өтіп жатқандар да жоқ емес. Ол ма? Дәл осы тұрғын үй ауласындағы мына бейнеге назар салыңызшы. Тұрғындардың айтуынша, бұл жердің де көлік жолы ойылған, бірақ жауапты мекеме келіп, ойылған жерді түгелдей қырып алып, орнына тас үйіндіні төгіп кеткен. Ал бұл үйінділердің жатқанына 20 күнге жуық уақыт өткен. Соңғы жылдары ойылған жолдың үстіне тас үйіндіні төгіп кету әдетке айналып бара жатқан жоқ па? Жаңадан бой көтерген ғимаратқа қарап тамсанғаныңмен көлік жолына қарасаң қарның ашады. Тек көлік жолы ғана емес, жаяу жүргіншілерге арналған жолдың да сиқы оңып тұрған жоқ. Қаламыздағы жаңа жолдардың жарамсыз күйге түсіп жатқаны жүрекке батады. Жырым-жырым жолда жүрген жүргізушілерге жаратқан жар болғай. Ал біздің билік басшыларына айтарымыз, жаңа жолға жөндеу жұмысын жүргізбей, жөндеуді талап етпейтін сапалы жол салғанымыз жөн болар. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.